Үлкенде сен осы кітаптың ішіндегі суреттерден қандай мамандық иесін таңдайсың үлкен болғанда? Кәні басып көрсетші соны. Кемеде елдерді аралайсың ба? Молодец. Кәусар, үлкен болғанда қандай мамандық иесін таңдайсың? Мына кітаптардың ішінен көрсетші. Уқтай, молодец. Балдарды емдейтін дәрігер боласың ба? Жедел жәрдемде жүретін? Молодец біздің Кәусар. Ал, Алтынай, сен қандай мамандық иесін таңдайсың? Жедел жәрдем. Алтынай да үлкен болғанда дәрігер мамандығын таңдайды екен, я? Жедел жәрдемде жүретін, я? Молодец. Біздің Алижан қандай мамандық иесін таңдайды екен, Алижан? Жеңіл көлік. Жүргізуші боласың ба, Алижан, үлкен болғанда? Молодец. Өзіңнің көлігіңмен Қазақстан қалаларын аралап айналасың ба? Саяхат жасайсың ба? Молодец. Ал, біздің Нұриман қандай мамандық иесін таңдайды екен? Өрт сөндіруші көлігі. Қандай мамандық иесі екен? Оқтай, қандай мамандық иесі екен, Нұриман? Қандай мамандық иесі екен? Өрт сөндіруші, я? Молодец. Үлкен болғанда жанған жерлерді өшіріп, мықты өрт сөндіруші боламын дейді, я, Нұриман, я? Молодцы. Бекасыл, сен қандай мамандық иесін таңдайсың? Бас үстін. Осыны Өрт таңдайсың? сөндіруші көлігі. Үлкен болғанда сен де өрт сөндіруші боласың ба? Жанған, жанып жатқан жерлерді өшіріп, адамдарды құтқарып, табиғатты құтқаратын ер азамат болып өсесің ба? Молодец. Ал қаншайым? Мұғалім. Ой, молодец. Білімге жетелеуші маман. Қаншайым сен үлкен болғанда мұғалім боласың ба? Балдарға сабақ беретін, жақсы, мықты мұғалім боласың, я? Молодец. Ал, Рустем, Аспаз. Ас даярлаушы маман. сен аспаз боласың ба, Рустем, үлкен болғанда? Молодец. Біздің Рустем аспазшы болады екен, я? Дәмді тағамдар пісіресің ба, Рустем? Молодец. Қандай мамандық таңдайсың, Әмір? Кәні, баса қой, өзің қалаған мамандығыңның үстін. Баса қой, Әмір, қайсың басасын? Велосипед таңдайсың ба? Молодец, баса қой енді соның үстін. Велосипед. Оқтай, сен велосипед айдайсың ба? Молодец, біздің Әмір велосипед шебермені болады екен, мықты велосипед айдаушы жігіт болады, я? Әмір, я? Асқар, сен қандай мамандық иесін таңдайсың ішінде? Баса ғой үстінен. Инженер. Инженер мамандығын. Жұмыстармен айналысатын маман. Сен инженер мамандығын таңдайсың ба? Үлкен болғанда құрылысшы жұмыстарын жүргізетін бастық боласың, я? Молодец. Омар, сен қандай мамандық иесін таңдайсың? Баса ғой үстінен. Міне, Омар мынандайды басады, дауысы шығады, я? Инженер. Техникалық жұмыстармен айналысатын маман. Молодец, техникалық жұмыстармен айналысатын мамандық иесі боласың ба, Омарда? Молодец. Қандай мамандық иесін таңдайсың, Мариям, сен? Баса ғой, дауыс шығаратының үстін. Мұғалім. О, Тәрбиелеуші. Білімге жетелеуші маман.
Молодец. Сен балдарға сабақ үйрететін мықты мұғалім боласың, я үлкен болғанда, я? Молодец. Айлин, сен қандай мамандық иесін таңдайсың? Пішу тұрғысындағы шығармашылық мамандық иесі. Айлин, сен әдемі киімдер тігесің ба? Молодец. Біздің Айлин ақылды, мықты тігінші болады, я үлкен болғанда, я? Ой, молодец. Муслима, сен қандай мамандық иесін таңдайсың? Қаны басшы үстінен. Баса ғой. Баса ғой, даусын шығаратынды. Нандайды басамыз, нандайды. Жүргізуші, көлік қызметі арқылы адамдарды тасымалдайтын маман. Оқты, жүргізуші боласың ба? Сен машина айдайсың ба? Ой, молодец. Сабина, сен үлкен болғанда қандай мамандық иесі болғың келеді? Баса ғой үстін. Пойыз айдайсың ба? Пойызда мініп сен қалаларды, елдерді аралайсың ба, саяхат жасайсың ба? Молодец біздің Сабина. Қаншайым сен мамандық иесін таңдайсың? Кәне көрсете қойшы. Даусын шығаратын үстін. Адамдарға шұғыл дәрігерлік көмекті қамтамасыз етіп, емдейтін маман. Ауырып қалған, жөтеліп қалған балдарға қарайсың ба сен, қаншайым үлкен болғанда? Молодец, қаншайым. Қандай мамандық иесін таңдайсың? Арунас? Баса ғой. Даусын шығаратын басам. Сонда айтады сол осы таңдап отырған нандай даусын ғой? Тігінші, пішу тұрғысындағы шығармашылық мамандық иесі. Мықты, әдемі киімдер тігетін тігінші боласың ба? Үлкен болғанда? Молодец. Ал медикош, сен қандай мамандық иесін таңдайсың? Сотты таңдайсың ба? Судья боласың ба? Үлкен болғанда? Қан баса қойсын. Сот, қоғамдағы заңсыздыққа үкім шығарып, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын маман. Әділ, судья боласың, я? Үлкен болғанда, я? Ой, молодец. Раяна, сен қандай мамандық иесін таңдайсың? Әртіс мамандығын таңдайсың ба? Қанеке үстіне басшы. Әртіс, өнер саласында шығармашылық іспен айналысатын маман. Өнер саласында өлең айтатын, шығармашылықпен айналысатын мамандық иесі болады екенсің, я? Үлкен болғанда, я, Раяна, я? Молодец біздің Раяна. Бегайым, сен қандай мамандық иесі боласың? Ғылыммен айналысатын маман боласың ба сен? Жұлдыздарды, табиғатты, барлығын зерттейтін маман иесі болады екенсің, я? Молодец біздің Бегайым. Айша, сен қандай мамандық иесі боласың? Өрт сөндіруші көлігі. Айша, сен өрт сөндіруші боласың ба? Жанған жерлерді өшіріп, адамдарды құтқаратын мамандық иесі боласың, я? Молодец. Алинұр, сен қандай мамандық иесі боласың? Көрсетші, сен не мамандық иесі боласың? Өрт сөндіруші боласың ба сен да? Қан үстін басақшы. Өрт сөндіруші көлігі. Сен де жанып жатқан жерлерді өшіріп, адамдарды, жануарларды, жәндіктерді құтқарушы мамандық иесі болады екенсің, я, Алинұр, я? Молодец. Альфия, сен қандай мамандық иесі боласың? Қаны көрсетші мыналардың ішінен. Дәрігер, адамдарға шұғыл дәрігерлік көмекті қамтамасыз етіп, емдейтін маман. Альфия, сен
ауырған адамдарды емдеп, жөтелсе соларға қарап емдейтін мамандық иесі болады екенсің, иә? Сөйтесің ба сен үлкен болғанда? Альфия? Молодец. Мұсап, сен қандай мамандық иесін таңдайсың, Мұсап? Қан бір мамандық иесін бас үстінен. Баса қой. Баса қой. Тігінші боласың ба? Қан баса қой үстінен. Баса үстінен. Мына дауыс шығатынды басамыз. Нандайдың үстін басамыз, дауыс шығады. Тігу іші тұрғысындағы шығармашылық мамандық иесі. Біздің Мұсап үлкен болғанда ерлердің әдемі киімдерін тігетін мықты мамандық иесі болады екенсің, иә? Мұсап, иә? Ой, молодец. Ахмет, сен үлкен болғанда қандай мамандық иесі боласың? Қан басып көрсетші. Өрт сөндіруші көлігі. Оқты, сен өрт сөндіретін, адамдарды жанып жатқан жерден құтқаратын, жануарларды, жәндіктерді құтқаратын мықты мамандық иесі болады екенсің, иә, Ахмет, иә? Молодец, біздің Ахмет.